Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ шелпек дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ұнымызға жұмыртқаны дәл осылай толығымен араластырып алып, ұнымыздың ортасына салатын боламыз. Одан кейін бір ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Сосын сүтімізді жылы болу керек. Жылы сүтке бір қасық қантымызды және жарты шай қасық тұзымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық ас содасын салып, тағы да араластыратын боламыз. Одан кейін сүтімізді шетінен құйып отырып, жақсылап нанымызды өте жұмсақ қылып еритін боламыз. Нанымыз жұмсақ болған соншалық қолымызға жабысып тұру керек. Барлық сүтімізді осылайынан бөліп құйып отырып еритін боламыз. Барлығын бірақ құймаңыздар. Осындай видеодағындай өте жұмсақ болып шығады. Жақсылап елеп болғаннан кейін бетін салафанмен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін ұнымызды сеуіп, нанымыз өте жұмсақ болғандықтан тестамыз қолымызға жабысады, сол себепті ұнды сеуіп аламыз. Осылай дөңгелетіп алып, бір формаға келтіргеннен кейін бір келкі қылып кесетін боламыз. Барлығын дөңгелектеп тындырып қоямыз. Енді шетінен жаятын боламыз дөңгелек қылып. Енді қызып тұрған табаға дайын болған шелпектерімізді шетінен салып, қуырып пісіретін боламыз. Шелпегіміз майда алтын түске енгенше пісіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өрленіп өте жақсы болып піседі. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Барлықтарыңызға жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Әсіресе қонақ келетін кезде ашытқы қоспай тез иленетін, өте жұмсақ болып шығатын шелпек. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.